достар, сіздермен бірге мен Жанат каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен өте қызықты видео түсіретін боламын. Және де ол видеомның аты менде жатақхана оқиғасының екінші бөлімі болады. Көп адам комментарияға жазыпты, екінші бөлімін шығарсы деп. Ендеше екінші бөлімін шығаратын боламыз. Ал ендеше тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Алдыңғы бірінші сериясында мен қай жерден тоқтап тастап кеттім, яғни тоқтадым, сол жерден бастайтын боламыз. Сонымен енді әрі қарай жалғастыра берейін. Сосын ол қыздың қайтыс болып кетті деп айтып едім ғой. Сол қыздың сол жерде әруағы қалып қояды. Одан кейін сол келіп кеткен әр адамның мазасын алып отырды. Одан кейін алдында сендерден бұрын, яғни сендер келмей тұрып, жақында бір қыз келіп кеткен. Ал оның есімі Аида. Сол қыз келіп кеткен, біраз уақыт тұрды. Оның да дәл халі осылай болып, өзін өте жаман сезініп жүрді. Одан кейін ол 1-2 күн тұрып, сондай болғаннан кейін ол да көшіп кетті. Мазасызданып, енді қалай айтсам екен, былайша айтқанда сендермен мен кішкене біраз уақыттай боламын. Енді солай болуға тура келіп қалды. Қарсы емессіңдер ғой, иә, қарсы емеспіз, тұра беріңіз. Бопты, жарайды. Енді ана қызды бізге кішкене бақылау керек. Сендер де қанша дегенмен доссыңдар, танысып алғансыңдар дегендей, оларға кішкене көз қырларыңды сарып, қарап дегендей, сондай ғой енді. Ары қарай не болатыны әлі белгісіз, бірақ ол қыздың жайы қандай болатыны. Жарайды онда. Сіздің айтқаныңыз өте керемет болды. Рахмет сізге. Иә, енді өзім көрген білгенімді айтып жатырмын ғой. Су ішіп алыңыз бола ма? Ой, рахмет қыздар. Енді өздерің көрдіңдер, бүкіл халдеріңізді жасап беріп кеттім. Енді әрі қарай ұқыпты, таза ұстаңдар, иә? Сендердің өздеріңде ұқыпты қыз сияқтысыңдар. Сендерге сенемін. Я, ойымдамаңыз, үйді өзі сіз қалай тастап кеттіз, солай тап-таза ғып беріп кететін боламыз. Еш нәрсені шашпаймыз, бүлдірмейміз. Енді ана қыздың жайын білу керек. Иә, ол қыз демек қой, аты кім еді? Фатима. Фатима. Болды, түсіндім. Маған кішкене тамақ дайындап бересіңдер ме? Или ол сұрағаным ет болып қалды ма? Жоқ, дайындап береміз. Бүгін менің кезегім, мен барып дайындай берейін, сен әжемен ақылдасып отыра бер. Не дайындасам болады? Бүгін түкке балық дайымын. Мынаны шығарып қояйын. Жоқ, апа келді, шай беру керек. Міне балық дайындап бердім. Балық соңғы кездері өте пайдалы болып жүр, сондықтан жеп алыңыз. Ой, рахмет, қарағым. Ал өздерің ішпейсіңдер ме? Жоқ, біз ішпейміз. Біз бағана ішіп алған жазаңғы шайымызды. Біздің қарнымыз тоқ. Ей қыздарым, осы Алматыда енді керемет қалалардың бірі. Қалаларды көріңдер, аралаңдар, бірақ абайлаңдар. Кейбір жаман кісілер де болады енді әр қалалардан. Солардан абайлап жүріңдер. Түнде еш жаққа шықпаңдар. Ата-аналарыңа күніге хабарласыңдар. Бүгін кеше хабарластыңдар ма? Жоқ, кеше. Алдыңғы күні де хабарласпаппыз. Жол шаршатып сондай болып қалды енді. Ал ендеше хабарласыңдар, көрейік ата-аналарыңды. Алло, анашым, қалайсыз? Жақсы, қызым, өзің қалайсың? Жақсы. Қалай, жайғасып алдың ба, қызым? Алматы қандай екен, қаланы араладың ба? Жоқ, әлі еш жаққа шықпадық, енді жақында шығамыз ба деп ойлап отырық. Енді не істеп отырсыңдар? Хазайынмен бірге отырғанбыз шай ішіп. Ол кісі қандай кісі? Қыз ба, бала ма? Қыз ғой, апа, әже ғой. Керемет. Бір өзің тұрасың ба, қасыңда қызың бар ма? Қасымда бір дос қызым бар. Сау бола ғой, қызым, сабағыңды жақсы оқы, жарай ма? Жарайды, анашым, сау болыңыз. Ой, жанысы. Тоқы. Көрдің бе, анаң сені қандай уайымдап қалған?
сағынып қалған десе де болады азғантай күннің өзінде. Иә, ана қызды бір көріп келеміз ау деймін. Я, көріп келу керек. Жуынып алайын. Қандай дауыстар шығып жатыр? Түсінсем бұйырмасын. Терезе қалай жабылды өзімен өзі? Бір ана қыздарға шақырайын ба? Звондап шақырайыншы. Алло? Бұл абонент байланысы жерде дейді. Ну ладно, жарайды. Ол маған жазып жатыр. Үйіме келіп кетсейші дейді. Бірезің кел дейді, бірақ маған. Неге бірезімді шақырды екен? Білмейм, бірезің барсаң, бірезің бара ғой. Бірақ Жансая ше, Жансая бармай ма? Негізі өзің есім кім болады? Медина болады, апа? Керемет есім екен. Ой, рахмет. Сен Жансаясың, күшті есім. Рахмет. Мұнда сен бірезіңді шақырып жатса, бір бөлек айтатын әңгімесі бар шығар. Мен де солай ойлап отырмын. Бара ғой. Онда бірезім барып келейін, бірақ мен де өзім бір түрлі сезініп жатырмын бар ғой. Неге кімнен қорқып жатсың? Ана үйінде енді алдында сізге айттым қандай болғанын. Сол болып қалама деп, өте өзімде жаман қатты қобалжып қорқып отырмын. Сондай отқан енді жайым бар енді. Онда су ішіп ала ғой, Кішкене Чөта ол мені шақырды, онда барып келейін бірезім. Бірнесе болса хабарлас. Мен коридорда боламын, жарай ма? Мен сені бірезім қалдырым кеп тұрған жоқ. Ой, қыздар, мен де сендермен барам. Сендерді жалғыз тастап қайтемін, тем более аналарың маған бас-көз болды. Бас-көз бол деді. Енді сендерге кішкене бас-көз болайын дегенмін ғой. Ой, жүріңіз, онда мен бірезім кіріп шығайын. Ал сіздер мені коридорда күтіңіздер. Если бірнесе болса, мен сіздерге айқалап дыбыс беремін. Бірақ бармай-ақ қойсаң қайтеді? Ой, жара, бірақ барғым кеп тұр. Ой, сенде қайтпайды екенсің шошаңдап. Жарайды, бар. Мен мынау скамейкада отыра тұрайын. Есік ашық тұра берсін, дәл алдында отырмыз ғой. Онда тез-тез барып келе ғой, жарай ма? Бірақ абайла. Сразу бірнесе болса, бізге белгі бер. Мен қаяқтамын. Сен үйдесің, уайымдама. Ал Фатима ше? Ол Фатиманы қызым енді қалай айтсам екен. Оны молда шақыртып, оны алып кеттік. Полный ал үйін болса, түгел тазарттық. Енді оған ешқандай уайым жоқ. Еш уайымдама. Жарайды, онда басынан бастап айтып берейін. Мен бардым, үйіне кірдім, мені шақырды, мені күтіп алды. Сосын түрі өте странный көрінді. Түрін өзгертті. Үстіне мүлде басқа киім киіп алған. Сонымен мені үстіп әкелді де өзінің диванына отырғызды. Үйінің іші быт-шыт болып кеткен. Сонымен өзі әжетханаға кіріп кетті де, мен қазір келем деп кетті. Сонымен мен оны күтіп отырдым. Сонымен бір кезде келді де, ха-ха-ха деп күліп, мені Фатима деп ойладым ба, дед. Сонымен мен қаштым. Үйі тар екен. Сонымен қайқа қашарымды білмей, төсегіне бардым. Төсегіне барып есіп тығылып едім. Талып қалыппын. Қалай ол жерге дейін жеткенімді, қалай талып қалғанымды мүлде білмей қалдым. Ал сіздер мен айқайымды естідіңіздер ме? Я, естідік. Сразу бардық қой. Білмеймін, әйтеуір мен сіздерді мүлде байқамадым. Мүлде келмедіңіздер де ғой. Енді біз бардық, жеткенімізше келдік, шақырдық, сені алып кеттік. Енді мен бұлай деп шештім. Осы үйде тұра беретін болдым. Енді осы үйде тұрамын, как раз мен өзім үйімді балама бердім. Балам сол жақта тұратын болды.
әйелмен бірге мен осы жерде тұра беремін. Тіпті сендермен бір немерем сияқты болып кеттіңдер. Сондықтан да еш қысылмайсыңдар деген ойдамын. Сіз біздің туған әжеміз сияқты болып кеттіңіз ғой. Мен бір как будто әпшем сияқты болып кетті. Маған да бір бауыр басы қалыппыз. Бір күннің ішінде осындай болады деп мүлде ойламаппын. Ол да бар. Ендеше түн болып екен, кішкене жатамыз ау деймін. Енді жату керек. Ертеңге пландар өте көп. Фатима енді не істейтін болды, сол мені өте уайымдатып жатыр. Ол енді өзінің анасының қасына барды. Қауіпсіз жерде түгел тазаланды. Енді ол үйде ешкім тұрмайтын болды. Бәрі түсінікті болды. Фатиманы енді кішкене сенде бауыр басып қалдың деп ойлаймын. Еш уайымдама, ол үйде енді мүлде ешкім келмейді, тіпті тұрмайды да. Болыпты, жарайды, кішкене печенье жеп алып, мен де жатайын онда. Бәріміз ұйықтайық. Кстати, на кровать 3 адам ұйықтауға болады кровать. Сондықтан оған мен де сыйып кетемін. Солай ғой, оны мен байқамаппын, бірақ кішкене көргенім бар. Мен байқадым. Бопты, онда жатайық. Кеш батты. Ертең қаланы аралап келейік. Не болғанын бүкілін көрейік, танысайық. Мен сендерге Алматыны түгел таныстырайын. Мен Алматыны 5 саусағымдай жаттап алғанмын ғой. Бір керемет жерді білемін. Сол жерге апарайын. Ол қай жер, маған айтыңызшы? Жоқ, ол құпия. Барғаннан кейін көресіңдер. Алматыны біраз аралап, сол жерге міндетті түрде апарамын. Ертең қыдырып қайтамыз. Ал оқуларың қашан басталады? 10 күндік каникул ғой, біраз әлі қараны аралаймыз. Мен әлі қалаларды үйреніп аламын десеңдерші. Сонда оқып атқан кезде де сіз біздің қасымызда боласыз ба? Әрине қыстарында боламын ғой. Өлем. Болыпты, онда жатайық. Шу шаласың ба? Сөйлемедім ба? Бәріміз ішіп алайық, ұйықтайық сомен. Бүгінгі күніміз не де болса керемет өтті. Көрдік, қызық өтті. Бір жағынан қорқтық, бір жағынан күлдік енді. Ұйықтайық. Кім астында жатады? Мен астында жатам ғой. Болыпты, онда жатайық он. Жатып алайық. Қайырлы түн, қыздар, жақсы ұйықтап, жақсы тұрыңдар. Бұл жерге біраз адам сияқты ғой. Төбеден құлап қалмайсың ғой, Жоқ, құламаймын. Жарайды, онда ұйықтайық. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Бұның 3-ші сериясы шығады ма, шықпайды ма, оны мүлде білмеймін. Но алдағы уақытта басқа серия бастаймын. Әлде соның 3-ші сериясы міндетті түрде шығамын. Егер 1-ші бөлімін көрмеген болсаңыздар, 1-ші бөлімі тіптен қызық. Соны көріп кетіңіздер. Менің каналымда ол 2-ші бөліміне қарағанда 1-ші бөлім шығып тұрады. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай видео түсірейін, соны да міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.